Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздермен шарлотка пирогын жасаймыз. Алдымен қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп кетіңіз. Алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Дәл видеодағыдай ақ көбік болуы керек. Енді оның үстінен қантты аз-аз бөліктен салып, жақсылап миксерлейміз. Разрыхлителді ұнның үстіне қосып, електен өткізіп салып араластырамыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, қант сияқты бөліп саламыз. Достар, менің каналымда құрамы өте қарапайым, тез дайындалатын пирогтардың рецепттері де бар. Көріп жасасаңыздар болады. bensound.com. Дәл видеодағыдай қатты сұйық емес, масса дайын болады. Енді 2 алманы жуып тазалап, кесіп бөліп дайында қыламыз. bensound.com. Енді алдымен пешімізді 180 градусқа қыздырып, массамызды ыдысымызға жайластырамыз. Және де алманы өз қалауларыңыз бойынша орналастырыңыздар. bensound.com. bensound.com. Әркімде пеш әртүрлі болуы мүмкін. Мен 180 градуста 30-35 минут пісіріп алдым. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай, менің ағашым құрғақ болып шықты. Ортасы піскен. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Оны сеу міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша. Менің дайын болған пирогымның ортасы осылай піскен. Толық пісіп шығады. Өте жұмсақ, дәмді, тез дайындалады. Аса көп заттарды қажет етпейді. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.